Секабай, сенің құрдасың екенсің. Тергеуден шыққаннан кейінгі сөзіңді естідім. Құрдас, ана Джугалияның әдісін қолданбай-ақ қойшы. Пифаны шалиып отырады ғой сымайы келгенде. Шалиып отырып, сымайы бұда бір гәп бар деп қашып кетеді ғой. Сол секілді әдіс па сенікі? Кімнің тарихта қара бет болып қалатынын бір Алла біледі. Бұл күндерде өтеді. Сенен де жалыға дейін. Әзірдің өзінде жалығып кеттісі. Осы біреу ақ тоштаңдап жүреді екен. Осыған не керек деп жазып жатыр комментарийді. Сен бәрін блоктап тастағансың ғой. Біздің бәріміз блоктап тастапсың ғой. Жазар едік қой. Сен демократ едің ғой. Демократ. Демократ болсаң ашсаңшы парақшаңды, бізді блоктан шығар. Сөйлесек. Демократпыз ғой бәріміз. Онан кейін сен өзіңе өте көп алып кеттің. Біз талай жігіттерді тосып жүрміз. Оның бала шағасы бар екен. Арыз жазып не қыласыңдар дейді. Бала шағасы. Сенің де біз секілді бала шағаң бар екен. Соларға обал бола ма деп жүрміз. Ал сен халыққа үндеу тастап жазсың. Жаз менің үстімнен арызды деп. Жаз. Ал сенің қолдаушыларың ана артыңнан ерген, аңқау. Сенің қолдаушыларың араша сұрап жатыр. Секеңе берген арызды қайтарып алыңдаршы деп жанып жатыр басқаларға. Ал сен бөрі арығын білдірмес итке жүнін қампитіп көрініп тұр. Ақ болсаң сол соттың алдында шешіледі. Кімнің ақ, кімнің қара екенін сот шешеді, заң шешеді. Әлде сен Қазақстанның заңына сенбейсің ба? Сен өзінше Қытай экспансиясына қарсы тұрсам, Қазақстан үкімет қолдайды деп ойлайсың ба? Қазақстан мен Қытай екеуі дос еді. Дипломатиялық байланыстағы елдер екеуі. Оның сыртқы саясатында Қытай экспансиясына қарсы тұрам деген сөз жоқ, бап жоқ онда. Сен нені айтып тұрсың? Бүткіл халық қолдайды, Қазақстан үкіметі қолдайды дейді. Сен оны қайдан білесің? Бал аштың ба соған? Сен қолдайтын бір 300-400 адам бар шығар енді. Жоқ емес, бар. Оны мойындаймыз. Саған сол комментарий жазып, үйтіп-бүйтіп әлпештеп отырғандар саған қастық жасап жатыр. Сені күнде құйрығыңнан жел беріп, көтеріп, сені орға қарай итеріп бара жатыр. Соны аңғармайсың ба? Аңғарсамшы. Сен ана келісімге қол қойып шыққаннан кейін құйрықты қысу керек қой енді. Бұтқа қысу керек құйрықты. Қысып, ана бала шағаң бар екен. Соны жақсылап өсіріп адам қатарына қосуың керек қой. Сен өз-өзіңе қастық сайлап жүрсің ғой. Айналып кетейін, арыз жаз дейсіңдер. Өзің тіленіп тұрсың ғой. Енді халық айдайды ғой үстіңнен арызды. Сен жол аштың ғой. Тілегенің осы болса деп. Ренжіме оған. Айдайды енді арызды.